Сосын күйеуінің жағы мысалы сырлары болады. Осы күйеуінің сырларын әйелі ешкімге ашпау керек. Сосын үйде қандай да бір аяқ шайқалып қалған болса, соны әйелі ешқашан төркініне звондап, бүгін мынандай болды үйде деп айтуына болмайды ол. Неге десеңіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан Айша анамыз сұраған, я Аллахтың елшісі, осы әйел заты үшін сұхбатқа, достыққа, сырласуға ең лайықты адам кім деп сұраған кезде пайғамбарымыз айтқан екен, күйеуі ғой деп. Сондықтан кез келген үйдегі проблемаңыз күйеуіңмен шешілу керек. Сол күйеуің сенің отаның шындап келген кезде. Неге бүйтіп айтамын мен отаның деп? Өйткені Адам алейхиссаламның жаңағы қабырғасынан жаралған еді Хауа анамыз. Сол қабырғасынан жаралуы нені білдіреді десеңіздер, әйелдің қайтатын орны күйеуі екен.